Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Қазақстан тарихы пәнінен 4-ші тоқсанның БЖБ 1-не талдау жасап беретін боламын. Бізде ғондар бөлімі бойынша БЖБ алынатын болады. Уақыты 20 минут, яғни 20 минуттың ішінде жазып үлгеру керек. Бұл жерде екі тапсырма бар. Бірінші тапсырма, яғни бірінші тапсырмада біз мына жерде ғондарды сипаттап жазуымыз керек. Бірінші, ғон тайпаларының бірігуі туралы мәлімет жазыңыз дейді. Яғни бұл жерде мына бос орындарға мына сарының ішіндегі жазулар жазамыз. Бірінші, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда Мөде Қытаймен соғыста жеңіп, ғон тайпаларының басын біріктірді. Екінші, Мөде билікке келген соң, ғондар өз жерлерін кеңейткісі келіп, басқа тайпаларға жорықтар жасады. Үшінші, ғондардың құдіреттілігі сонша батысындағы Үйсін тайпасы мен солтүстігіндегі Саян Алтай тайпаларын бағындырды. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда қазіргі Корея жерінен бастап қазақ жеріне дейінгі ғондардың иелігінде болды. Төртінші, Алтай, оңтүстік Сібір мен шығыс Қазақстан территориясында ғон деген атпен белгілі тайпалық одақ қалыптаса бастады дейміз. Екінші тапсырма, ғондардың қоныс аудару 3 бағытын тарихи картадан көрсетіңіз дейді. Яғни, дәл осы сұрақты ғондардың қоныс аудару 3 бағыты деп Google-ға жазамыз да, картаға ауыстырамыз, картинкеға. Яғни, фото бөліміне ауыстырамыз, сонда осы картаның жауабы шығады. Шамамен мына жерде ғондардың картасын осылай белгілеп сызып қойсақ болады мына жерден. Немесе ыңғайлы болу үшін жаңағы Google-дан алуға болады. Сонымен бүгінгі біздің БЖБ талдауымыз аяқталды. Оқушыларым сау болыңдар.